Ауылымызда тіршілік нәрі жоқ, ал әкімдік қызметкерлері болса мүлдем жұмыс істемейді. Алматы облысының Еңбекші Қазақ ауданының тұрғындары осылай деп наразылықтарын білдірді. Айтуларынша судың жоғынан егін еге алмай отырса керек. Ал аптап ыстықтың салдарынан шабындық шөптердің барлығы күйіп кетіпті. Толығырақ Нұрсейіт Жылқышыбайдың бейне материалында. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы бұрынғы Масақ, қазіргі Қазтай Ұлтарақов ауылының тұрғындары 20 жылдан астам уақыт бойы ауыз суға қол жеткізе алмай келеді. Айтуларынша жылда ауысатын су жаңа әкімдер осы күнге дейін ешқандай мәселені шешпепті. Керісінше жергілікті шенділер жылда бюджеттен бөлінетін қаражатқа түрлі темір тұлпарлар мініп, өз қамдарын ойлап әлек дейді тұрғындар. Ауыл әкімі жұмыс істемейді. Бұдан бұрынғыда әкім келіп ешқандай жұмыс істемей, жеп, байып, бағана бір джип мініп, кортеж салып кеткен. Міне, көрдіңіз бе? Енді бар ғой. Қандай әкім осы ауылдық адам болмаса, ешкімнің бізге жаны ашымайды мына Масақ ауылына. Осындай күй кешіп отырмыз, міне өстіп су аламыз. Суымыздың түбін өзі, башағын өзіміз ішеміз, аяқ жағын мал ішеді. Мына құдықтың іші толған баклажка, сынған ыдыс, амалдың жоғы. Кейде бақа жармасып, челегімізге бақа жармасып алады. Бүгінде бұл ауылда 5300-ден астам түтін бар. Айтуларынша барлығы да кеңес үкіметі заманынан келе жатқан жалғыз құдыққа қарап отыр екен. Мен өзім анемиямын. Осы құдықтан 2 рет құладым мен, шыны керек сендерге. Ал мына су азай кеткенде ішіне түсіп су аламыз, шыққан кезде шығаратын адам жоқ, айғайлаймыз, ойбай мен шығарып алыңдар мына жерден деп. Сол күйіміз осы. Бұны айтпаған жер жоқ, шаршадық, мына кішкене жағдай жасаса болатын еді. Міне, өзің көріңден қара. Алқынып, жүрек деген бір жерге барады алып болғанша. Бүгінгі Қазтай Ұлтарақов ауылының көріп отырған күні осы, яғни тұрғындар ауыз суға жармай отырғандары аздай, тіпті диқаншылар бау-бақша егуден де қалыпты. Себебі былтырдан бастап арықтан су берілмеген екен. Ал ауыл диқандары Қазсушар су торабы судың келетін арнасын бітеп тастап, салдарынан биылғы жылы қуаңшылық болып тұр дейді. Тіпті ақысын төлеген күннің өзінде үнемдеп берілген су ештеңеге жетпейді екен. 1 сантиметр жер айдағамыз жоқ. Неге? Су жоқ. Биыл біз жем мәселесі бізде жоқ деген әңгімеге келіп тіреледі. Малымызға не береміз, қыста қалай шығамыз? Егістік жерге не керек? Су керек. Дәнді дақылға не керек? Су керек. Су жоқ міне. Өздеріңіз көріп тұрсыздар міне. Ауыз суға қол жеткізе алмай отырған тұрғындардың мәселесін арқалап, жергілікті әкімдіктерге де бардық. Алайда әкімнің өзі ауырып қалыпты. Ал оның орнына сұхбат берген орынбасары әдеттегі уәделерін үйіп төкті. Суды мен қазір осы как раз мен қазір ғана әкіммен сөйлестім. Әкім байлыса жатыр, бағана айттым ғой. Сөйлестім, осылай суды бүгін қосу керек еді. Кеше письмамен шыққанбыз баққа. Хотя бізге қазір беріп жатқан су аз, кішкене көбейтіп беріңіздер. Ақшасын уақытын төлейміз деп. Сөйтіп едім, бүгін қосу керек болған. Қазір әкімге шығып сөйлестім, сөйтсем әкім қазір ғана бақпен больница жатып сөйлесіп жатыр екен. Таңертең суды қосады уже көбірек. Поляға да и ауылға да. Әкім орынбасарының сөзіне сенсек, бірнеше жыл қатарынан тұрғындарды мазалаған мәселе журналистер араласқан соң 2 күнде шешімін таппақ екен. Алайда бұл жергілікті шендінің тілшілерді алдап шығарып салу айласы ма, әлде шынайы жауабы ма, оны алдағы бірнеше күнде білетін боламыз. Нұрсейіт Жылқышыбай, Серік Қаржаубай, Қазақ Ньюс, Алматы облысынан.